Қайырлы күн, құрметті 4-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде дүниетану сабағы. Ол сабақты мен жүргіземін. Менің аты жөнім Абилова Роза Жұмабекқызы. Алматы қаласындағы Зерде мектеп-гимназиясының 4-ші сынып мұғалімімін. Енді дүниетану сабағын бастайық. Біз өткен сабақта Қазақстанның білім берудегі жетістіктерімен таныстық. 100 жылдық ішінде еліміздегі білім саласы қарыштап дамыды. Осының бәрі кезінде ересектерге жазу мен оқуды үйреткен қызыл отаулардан басталған. Ал бүгін олар гимназия, лицей сияқты мектептерге айналды. Осындай мектептерде білім алған оқушылар қандай жетістікке жетуі мүмкін? Оны сендер өздеріңнен де біліп отырсыңдар. Яғни қазіргі таңда білім саласы жылдан жылға үлкен жетістіктерге жетіп келеді. Ал ғарыш саласы туралы біз бүгінгі сабағымызда сөз етеміз. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тоқтар Әубәкіров, қазақтың тұңғыш ғарышкері. Бұл сабақтан сендердің үйренетіндерің Тоқтар Әубәкіровтың ғарышқа қосқан үлесі туралы білетін боласың, және Қазақстанның ғарышты игеру саласындағы жетістіктерін сипаттауды үйренесің. Ақын Олжас Сүлейменов өзінің «Адамға табын жер енді» поэмасында адам баласы неге жұлдыздарға ұмтылады деген ой тастайды. Келесі. Сен бұл сұраққа жауапты қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтың бала күнгі арманынан таба аласың. Әрдайым көкке ұмтылған адам баласы ерте заманнан ақ ғарышқа ұшуды армандады. Ақыл ойдың кемелденіп, техниканың қуатты дамуы бұл арманның орындалуына жол ашты. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Содан бері тәуелсіздік күні зор салтанатпен аталып өтіледі. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Халықаралық экипаж құрамында Тоқтар Әубәкіров, Александр Волков және австриялық ғарышкер Франц Фибек болды. Ал кейін ғарышкерлер қатарын Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетов толықтырды. Тоқтар Әубәкіров алдына қоятын мақсатына жете алатын батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандады. Атақты ұшқыштар Талғат Бегелдинов пен Нүркен Әбдіровті үлгі тұтты. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Мен құстай самғап келем, менің қанатым бар деп айғай салды. 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтады. Содан 10 жыл өткенде Мәскеу авиациялық институтында оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Ол әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына қосылды. Жаңа авиация техникасында сынақтан өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1988 жылы
Кеңес одағының батыры атағын берді. Ол 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді даярлайтын орталықта жаттығулар өткізді. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке ғарышқа ұшқан ерлігі үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы ордені берілді. Мен ғарышқа атақ үшін ұшқан жоқпын. Менің халқым ғарышқа барып келген ұлым бар деп мақтанса екен дедім. Осы сезім маған жігер берді. Ғарыш кемесі бұйрық бойынша орнынан қозғалған сәтте мен, халқым менің, мен сен үшін бәріне дайынмын дедім. Ғарышты игеру ел экономикасы үшін аса маңызды. Тоқтар Әубәкіров Қазақстанның әлемдегі ғарыш державаларының қатарына қосылуына үлкен жол ашты. Міне балалар, сендер бүгінгі сабақта Тоқтар Әубәкіровтің ғарыш саласына қосқан үлесі туралы мағлұматтар алдыңдар. Келесі сабаққа Тоқтар туралы жаңа ақпараттармен толықтырсаңдар деген ойдамын. Енді үйге төмендегідей тапсырма беріледі. 111-ші, 12-ші, 13-ші беттерді түсініп оқу, сен болашақта кім болғың келеді деген тақырыпта өз ойыңды жазу, және арманға жетудің 5 қадамы сатысын құрастыру. Және әдеттегідей сабақта алған білімімізді қорыту мақсатында Білген Академи сайтына кіріп, тест сұрақтарына жауап берулерің керек. Сонымен, балалар, біз бүгінгі дүниетану сабағын аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше аман есен болыңыздар.